Бонжур. Бәріне сәлем. Бүгін мен африкалықтардың тұрмыс тіршілігі мен олардың қалай өмір сүретінін көрсететін боламын. Біз осы жерге келген кезімізде адамдар біздің артымыздан жүгіріп келе бастады. Біз оларға қызық болдық, олар да бізге қызық болды. Жалпы негізі африкалықтар өздері қонақжай халық емес. Бірақ мына үйдің егесі бізге су ұсынғанда мен өте риза болдым. Бірақ сулары лайқа екен, біз бас тарттық. Африкалықтардың басты тағамы ол маньок. Маньок деген осындай болады. Бұны ағаштың тамырынан алады. Көп тағамдар осыдан жасайды. Жан-жағында бутиктер бар екен. Ол бутиктердің ішінде не пісіріп жатыр екен деп ойлап едім. Қарасам, шай қайнатады екен. Осылай шай қайнатып сатады екен. Және коко деген приправаны дайындап отырған әйелді көрдім. Бұл ағаштың жапырағы орманнан әкеледі, осылай тағамға қосып жейді. Осындай бала болып өсу үшін ең алдымен африкалықтар мамасының арқасында осылай өсіп өнеді. Ал анасы баласын арқалап жүріп тірлік жасай береді.